Ассалаумағалейкум қазақ елі. 23 маусым 26 жыл Өскемен қаласы. Өскемен қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты дейді. Бұл жерге бүгін Ерденбек Зарқұмхановтың сотын алып келді. Ерденбек сотына келіп тұрмыз. Ерденбек, бір екі ауыз сөз айтасың ба? Немен, қандай, не үшін, қандай статьямен сені? Енді бұл тағы да сол саяси қудалау болып жатыр. Ешқандай бір қылмыс жасамай. Оның 1 майға қарсы сен апрельде репорт жасапсың дейді, бір митингіге шақырылсын кісілерді дейді. Қай статья, қай немене? 488 баптың 12 тармағы. Мүмкін 456 бап дейді, жаңағы ложный жаңағы дейді. Информация, жатыр деген бір не болған, соны көрсетеді. Содан сол енді саяси қудалау екенін өздеріңіздер біліп отырсыз. Бұл Сулаға Марат Жыланбаев, Думан Мұхаммед Кәрім, жаңағы Әйгерім Тілеужан, Амангелді Жақын, Асқар Сембай, бізде қаншама белсенділерді тәуелсіз мәселелер жауып жатыр қамап. Бұл сол кезекті қудалау, жөн жоқ жосылдық. Бұрын обычно жаңағы Абдиязов қай күні митингі десе соған қарсы қудалайды. Қазір енді аяқтан шалып жатыр жаңағы ешбір жинасыз. Қорқыту, өрбіту, халықты басу саясат. Саяси қысым деп ойлайсыз ғой мұнан? Саяси, бәрі саяси. Ешқандай тамыз айында болатын референдумдарына конституцияны өзгертуіне соған байланысты ма? Ол да бар енді. Онсыз да жаңағы алдында айтты ғой, Асқар Сембай айтқан, бұлар бәрін өткізіп, өздерін сайлап бәрін қойып алады да, жаңағы бізді кәдімгідей бір-бірлеп жабады аузымызды деп. Ол болып жатыр. Оның жаңағы енді бұлар осы қорқытып үркіту арқылы жаңа Назарбаевтың приказын орындап отыр. Халыққа басып жатыр. Шындыққа итеру. Ешкім шындықты айтпау керек, сөйлемеу керек жаңағы. Бір жаңағы өзгеріс жасайды деген шындықты айтқан азаматтарды бәрі қамауға ұстады. Елімізді тонап жатыр, жан-жаққа таратып жатыр, ешқайша таратып жатыр. Мен кеше ғана болдым Ұлан ауданында, азаматтардың бәрі айтып жатыр. Шабындық жайдың жеріміздің бәрі түпкені қазып жатыр, алтын қазып жатыр, Қытайға. Варварский методпен бе? Иә, соны айтып отыр да бәрі. Звондап жатыр ма? Жақсы сөйлесіз. Сол қалай бізде міне әділетсіздік деген қалай болып жатқан көздерін көріп отырсыздар. Бүгін міне Ерденбекте ертең тағы сіздерге біреуіңізге келеді. Ақиқатты ашық айтқандарға, әділдік талап еткендерге міне қазіргі биліктің істеп жатқан қысым осындай. Алдымызда келе жатқан ауыл сайындағы саяси өзгерістерге байланысты қазір қысым күшейіп барады белсенділерге. Жанат Жамалиевті қамап тастады деді. Барша жерде қысым қатты жүріп жатыр дейді. Осы эфирді пайдаланып Марат Жыланбаевқа бостандық талап еткен. Амангелді Жақинға бостандық талап еткен. Тіркелмеген оппозициялық Қазақстан партиясының жетекшілері. Елгара Бекзадина бостандық талап еткен. Нұржан Сембайға, Асқар Сембайға, Қамбар Жүсіпке, Әйгерім Тілеужан, Думан Мұхаммед Кәрім. Бұл саяси тұтқындардың тізімін айта берсек, қазір бұлай созылып кеткен көп. Сондықтан барлық саяси тұтқындарға бостандық талап етемін. Қаңтарда 22 жылы заңсыз, аяусыз, әділетсіздікпен сотталған барлық боздақтарға бостандық талап етемін. Қазақ елі ояныңдар. Елімізде болып жатқан іс-шараларға атқа салысып, өз ой пікірлерінде ашық айтып, ақиқатты, шындықты жариялап отырыңдар. Қайда жүрсеңдер де. Ақ пен қараны ажырататын уақыт келді. Ұры-қарылар билікте отыр. Назарбаевтың түрі жоқ, тұқым тұяғы. Соларды соттасын, солардағы миллиардтаған ақшаларды қайтартсын қазынаға. Қарапайым халықтың қалтасын қаға бермей. Пенсияны фондтың патологын көтеріп қойыпты. 20 жастағы балада 7 миллион болу керек патологы деп. Ол сонда не, тосалысымен жұмыс істеу керек қой сонда? Сендердің ойларынша? Бұл кезекті халықтың қан шу болып тұрған ғой.
биліктігі. Осының бәрін көре тұра, біле тұра, ауыздарыңды құм құйылып үндемей отырсыңдар. Жақсы, осы мен эфирді аяқтайын. Аман болыңдар. Алға Қазақстан партиясын қолдаңдар. Шамаларың жеткенше қаржылай көмектесіңдер. Белсенділердің жолына, адвокаттарға, құқық қорғаушыларға, түрмеде жатқан бозақтардың передачаларына көмектесіп отырыңдар. Алға Қазақстан.